Бірде туыстас үлкен ағамыз хабарласып, қарындасымның қазіргі таңда немен айналысып жүргендігін сұрады. Біз бос жүргендігін айттық. Ол бірден маған келсін, аздаған шаруа бар еді деді. Офисінде отырған ағамыз қарындасыма азды көпті әйтеуір өзі белгілеген айлықпен жанына отырғызып, қолына компьютер беріп, ата-бабалар шежіресін компьютерге теруді тапсырады. Компьютерді өте жылдам теретін қарындасым алғашында зуылдатып алып кетеді. Ал бір апта өткен соң сағаттап терген жазуларын сақтауды ұмытып, шатасып, қайта-қайта өшіріп алатын болған. Сосын әрине қайтадан басынан бастайды. Оның мұндай әрекетін байқаған ағамыз, қой айналайын, тексті басқа біреуге тергізермін, бара ғой деген екен. Өзі салақ бола тұрып, кез келген жұмысты шала-шарпы атқаратын мұндай әйелге күйеуі қалай шыдап жүр дерсіздер. Иә, жолдасы да бір күні әбден күйініп ажырасуға арыз жазбақшы болып бел байлап, екеуі біраз уақыт ұрыс-керістен соң арнайы арызданатын орынға жүгінеді. Бірақ онда барған екеуі ажырасу үшін ұмытпасам 5.000 немесе 10.000 теңге төлеуі қажеттігін, оның үстіне бір айдан соң қайта келуі қажеттігін естіген соң, немене ажырасу үшін де ақша төлеуіміз керек пе? Қайта маған беріңдер сол ақшаны деп бұрқылдап, ажыраспайтын болып үйлеріне қайтыпты. Ал енді бұған күлесіз бе, жылайсыз ба? Бірде інім үйленетін жасқа жетіп, отбасылы болатын жар іздеуге кіріседі. Оны естіген қарындасым күйеуіне қайнысының, яғни өзінің інісінің үйленетіндігі туралы соған жар іздеп жүргенін әңгімелепті. Сонда күйеу бала әйеліне, яғни менің қарындасыма, қайныніме айт, менің сені таңдағаным сияқты біреуге ұрынып қалмасын, дұрыстап асықпай іздесін депті. Дәл сол сөзді қарындасым ініме айна қатесіз айтып келіпті. Саған жездең айтып жатыр. Ол маған ұрынып қалған сияқты сен де біреуге ұрынып қалмасын, дұрыстап таңдасын деп жатыр. Деп салмақты кейіпте айтып тұр дейді. Енді бұған күлгеннен басқа амалың жоқ. Аңғалдық па? Бірде қыстың күні кешкісін жағдайларын біле кетейін деп қарындасымның үйіне соқтым. Далада аппақ қар болатын. Аз кем аялдағасын нан ауыз тидім де жағдайларын білген соң қоштасып сыртқа беттедім. Дәл осы уақытта небәрі сол кезде 2 жасар шамасындағы кішкентай баласы кіші дәретке баратындығын айтты. Қарындасым күйеуіне қарап, баланы сыртқа тосшы демесі бар ма? Мен аңырып қалыппын. Себебі дала қыс, әппақ қар, кешкі аязда басталып қалған. Ал күйеу балам өзінің баласын тыр жалаңаш күйінше далаға алып шығып, әппақ қардың үстіне тосып отыр. Үстінде бір лыпасы жоқ. Сонда әкесі де, шешесі де балаларына суық тиеді-ау деп ойланбағаныма неге олай? Жалпы қарындасымның біртүрлі қылықтарын одан әрі жалғастырайын. Тағы да қайталаймын. Мен бұл арада бауырымның кемшілігін жұртқа жаю үшін емес, оның жай-күйін барынша түсіндіру мақсатында нақты мысалдармен сөйлеп отырғанымды сіздер түсінеді деп әңгімелеп отырмын. Қарындасыма мен және анам, бауырларым, барлығымыз кезегімен үстіне әжептәуір киімдер алып берген кездерде болды. Мүмкін киім таңдауға талғамы жоқ па деген ой ғой біздікі. Бірақ барша жанның көңілінен шыққан киімдер оған мүлдем ұнамайды. Мысалы, біз үшін оның үстіне құйып қойғандай жараса кеткен спорттық киім оған мүлдем ұнамайды. Неге ұнамайды? Жап-жақсақ жарасымды болып тұр ғой десек, жоқ, мені толық етіп көрсетеді. Немесе, мұндай түс ұнамайды. Тағы да басқа сылтаулары өте көп. Жарайды. Онда киімді өзің таңда десең, таңнан базарға кетсе, кешкісін сауда орнын жауып бірақ қайтады. Соның өзінде не киім таппайды, немесе алған киімінің әйтеуір бір жері ұнамай, ертесіне базарға қайта барып, сатушының миын айналдырады. Айтпақшы оның киім киісін еркіне жіберсең, тіпті сыған ұлты да жолда қалады-ау. Жалпы қарындасым туралы айта берсем, әңгіме одан әрі жалғасады. Бүгінше дәл осы жерден аяқтап, сіздерге мен подписаться кнопкасын басуды ұсынамын.
әңгіме ұнап жатса тіркеліп әрдайым лайк басып қолдап отырайық.